Не деген шапалақ, мына күшті шапалақ қой. Өзі мына карантин уже 3-ші жыл болайын деп жатыр ғой, жайлап бір дұрыстап тойды сағынған адамдарға ұқсап бір дұрыс жылдың басын әдемі настроениемен бастайық та, кәнеке. Той құтты болсын, ағайын! Ана жағынан жарастан сұрап жатырмыз ғой. А чё неудобно ғой, қайта неге соғып қала беріп жатыр, но свет деп сөйтіп жатса. Жарас бүйтіп тізіліп тұрған балдарын көрсетіп, біздің үйде өзі постоянно свет соғып қала береді дейді. Қалай шапалақ ұрмайсыздар деп. Енді тойдың басы қуаныш сіздерге Раянадай қызымыз дүниеге келіп жатыр. Сол ағайын туыстың батасын алайық деп, жаңағыдай осындай тойды жасап жатыр. Менің есімім Әлібек Серғалиев, Көкшетау дейтін қаладан келіп тұрмын. Жаңа 300-дің басы қосылып жатыр деп, 300 километрға қарамай, міне сіздерге қызмет көрсетейін деп аттан түскен бетім осы. Маған да бір шапалақ ұрып қойса деймін. Қазір өзі мынау ресторан өзі карантинда ашылған Астанадағы единственный ресторан. Карантинда түгел ресторандар жабылып атты ғой, бұл ашылып атты. Сосын мен бір ерекше айтқым келіп тұр, бұл ресторанның хозяиндары өте добрый адамдар. Өте добрый. Қазір мына пандемия шыққаннан бастап түгел ресторан администраторлары қақылдап тұрады қасында, тамадан қасында. 3 сағатта бітір мына тойды, 3 сағатта бітір деп. А бүгінгі ресторан хозяиндары татаво добрый маған келіп айтты ғой, мына тойды асықпай өткіз деді ғой, құрметті ағайындар. И жалпы айтайын дегенім өзі Көкшетауда қазір бәрі нетіп жатыр өзі. И ертерек келіп, обед ішіп алайық десек, 1 январь той істейме адам. Бір обед ішіп алатын жер таппадық қой, бәрі жабық қой. Анда кірем жабықында, қойшы енді бұйырмаған шығар енді, жаңа ораза ұстағандай ниеттенейін деп ресторанға кіріп келсем, администратор кіріп келіп, мә сендер тамақты ішкен жоқ шығарсыңдар, өзі бірдеңе іштіңдер ме, жоқ десем, деп кетіп қалды. Енді Алла нәсіп еткеннен кейін міне өзі ойладым, неге бұл неғып сөйтсе бүгін әр жақтағы Жәкең Жарас Батыс Қазақстан кілең әлгі Махамбет, Исатайлар, Әлия, Мәншік, батырлар шыққан болады ғой, бір воинственный народ. Сол батыстан екен бір шапалақ ұрып. Енді Айгүлім, ол да кілең осы 21-ші ғасырдың батырлары шығып жатқан Қорғалжынан екен бір шапалақ ұрып. Генетика деген қалай екеуін қосып жүрген дейді, көрмейсіздер ме? Енді екеуі қосылды ойлаймын, бұл қалай деп сөйтсе, действительно ештеңеден қорықпайды дегенде, қараш, әйтпесе адамды мысалы пандемияның кезінде ресторан аша ма, құрметті ағайындар, бәрі әйтеуір қорықпай басталған той, қорықпай аман есен аяқталайық. Енді Алла тағала барлықтарыңызды биылғы міне жылдың басы тойдың басымен басталып жатыр. Барлықтарыңыздың үйіңізге осындай той нәсіп етсін деп бір шапалақ ұрып қоямыз. Мысалы тілек айтқандарыңызды қалаймын. Бірақ әрқайсымыз коронавирус деген нәрсе через микрофон өте қатты жұғады екен, құрметті ағайын. Сондықтан сіздерді сақтау үшін тілекті бүгін бәріміз сөйлеп не алмай-ақ қояйық ағайын. Өйткені мына ковид жұғып олай жасамайық өзімізге. Сіздерге жаным ашқаннан кейін ғана мен айтып жатырмын ағайын. Ортаға топырлап шығайық, бәрі сөйлемей, бір үшеуі ғана сөйлесін. Арасынан үлкен біраз жасқа келіп қалған, кому уже терять нечего деген үшеу сөйлесін, болды. Қалғандарымыз рисковаттамай-ақ қояйық. Келістік па? Ренжімейміз ба? Все! Кіші жүздің баласы екен көріп тұр өзі бар ғой. О, тойда шаруасы жоқ, бүйтіп қарап барып, кіммен соғысуға болады деп жаңағы. Той, ты воин деген сияқты келетсіз ғой. Қалай, Жәке? Бәрі жақсы ма? Өзі мәз қатып көтіп қаш. Улыбкасын өзі бір Колгейттің рекламасы сияқты шапалақ ұрып қойықшы. Ана, той иесі бар ғой, той иесі өзі осындай бір күліп, сөйтіп тұрса, ол да бір психология ғой, бір көңілің босап, сен де күлгің кеп, мәз болғың кеп, әйтсе бір қабағын түйіп алып, бір сөйтіп тұратын адамдар болады ғой. Мәз, күліп. Кім қайда? Раяна қайда? Раяна жоқ па? Көйлекті өлтіріпсің енді, Айгүлім прям жылтырап, оның артына 2 жылқыны жылтыратып қойып жаңағындай. Жылқының қандай қатысы бар деймін ғой жаңағындай. Күшті. Апа, сіздің көйлегіңіз сияқты киіп апты, жының кеп тұрған жоқ па? Қош келдіңіз, үші құлағына люстрата ғой. Вообще, шапалақ ұрып қойшы, Айгүлімнің істейді ада. Шапалақ ұрып қой. Енді
бір қазақтың дәстүрімен тойды батасыз бастамайық, ортаға бір ақ бата берейік. Осы әулеттің құдасы Оразбай аға, Оразғали ағамыз келіңіз. Қайдасыз? Сіздің батаңызбен, иә. Балдардың нағашысыз, неғып істейдің бәрін осындай жылтыратып көтсе сөйтіп. Жылтырап тұрған адам екен бабасы. Ал мистер Пропер. Мистер Оразғали бата беріңіз.